Бүгін сіздермен 30 минутта дайын болатын қатпарлы мясный пирог әзірлейтін боламыз. Жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Ең алдымен суымызға тұзымызды, шекерімізді салып, жақсылап араластырып, ұнымызға разрыхлитель, содан кейін сары майымызды салып, бағанағы ұнмен жақсылап қамыр илейтін боламыз. Өте жұмсақ қамыр шығады. Енді салмасына пиязымызды қуырамыз, үстіне фарш салып, жақсылап қызартамыз. Паприка, тұз, бұрыш салып, жақсылап қуыратын боламыз. Жаңылдегі қамырымызды алып, екі бөлікке бөліп, осылай домалақтап біреуін қоямыз да, одан кейін екіншісін жайып бастаймыз. Жайылған қамырымызды осылай сары май жағып, бүктеп, орап, одан кейін оны біз бөлме температурасында 30 минутқа қойып қоямыз. Холодильникке салуға болмайды, себебі разрыхлитель қосылған. Осылай жайып, дайын болғаннан кейін қамырымызды желіп 4 бұрышты қылып жаямыз. Дайын болғаннан кейін осылай фаршымызды ортасына салып, екінші қамырымызды бетіне жауып, осылай өрнектер өретін боламыз. Жан-жағын осылай жасасаңыздар болады. Дайын болғаннан кейін бір жұмыртқамызды алып, жақсылап бетіне жағып, күн жуып себетін боламыз. Астарыңыз дәмді болсын.